Алматы жұмыспен қамту жол картасы аясында 2020 жылы 228 инфрақұрылымдық жобаны іске асыру жоспарланған. Ол үшін бюджеттен 104 миллиард теңге бөлінді. Бағдарлама аясында қалада 21.818 жұмыс орны құрылды. Жұмыспен қамту орталығы арқылы 10 мыңнан аса адам жұмысқа орналасып, 50% шарт жүзеге асқан. Соның ішінде жұмысқа орналасқан жастардың үлесі 37%, ал жалақының орташа мөлшері 92 мың теңгені құрады. Жұмыспен қамту орталығына тіркеліп, біз өзі бағдарламасымен осы Астана құрылыс фирмасында жұмысқа жүрдім. Жалақымыз уақытылы беріп жатыр. Жұмыс жақсы. Жұмыспен қамту жол картасы аясында 39 әлеуметтік нысан салу көзделген еді. Қазіргі уақытта 217 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асты. Соның ішінде осы бағдарлама негізінде 9 мектеп пен 13 жапсарлас құрылыс және 3 балабақша бой көтерді. Сондай-ақ 10 білім беру нысаны мен 4 денсаулық сақтау мекемесінде сейсмикалық күшейту жүргізіліп, 96 балабақшаға жөндеу жасалды. 3 мәдени спорттық нысан абаттандырылды. Жол инфрақұрылымын дамыту аясында қаланың 5 шағын ауданында 200 шақырымнан астам жол салынды. Сонымен қатар бағдарлама аясында жұмысқа тұрғандардың қатысуымен орталықтандырылған су жүйесінің құрылыс жұмыстары жүзеге асқан. Ал абаттандыру бойынша әр ауданда 150 жоба іске асып, 21 шақырымнан астам өзен арнасы және 15 гектар гүлзар мен саябақ қайта жаңартылды. Одан өзге Алматы көшелерін кеңейту және жөндеу жұмыстары да жасалып, мегаполистегі 160 тұрғын үй жөндеуден өтті. Осылай қала бойынша 2020 жылға негізделген жұмысқа орналастыру жоспары 100% орындалып отыр.